Быйыл соңғы қоңырау сыңғыры әдеттегідей 25 мамырда өткен жоқ. Қазақстан бойынша түлектер быйылғы оқу жылын 1 маусым аяқтады. Осы орайда өңірдегі Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясы да соңғы қоңырау шарасын салтанатпен атап өтті. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Бұл күн түлектер үшін үлкен өмірге басқан алғашқы қадам десе де аса қимастық күні екені аян. 11 жыл бойы білім нәрімен сусындаған алтын ұядан қанат қағу, балалықпен қоштасу ғана емес, үлкен жүк, жауапкершілік артады. Биылғы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының түлектері де сол бір сезімді бастан кешті. Салтанатты шараға мектеп ұстаздары мен түлектер, оқушылар, сондай-ақ қала әкімдігінің қызметкерлері мен қалалық мәслихат депутаты ардагер ұстаздар қатысты. Барша жас түлектерді алда үлкен сын күтіп тұр. Мемлекеттік емтихан мен бірыңғай ұлттық тестілеу. Барлықтарына ұлттық бірыңғай тестілеуді абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы атануларына тілектеспін. Ал мектептегі алғашқы жылдардың сәтті аяқтап, 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа аяқ басқан жас бүлдіршіндер мен барлық мектеп оқушыларына жазғы демалыстан жақсы өткізіп, күш жинап, жайдары көңіл күймен оқу жылына оралуына тілектеспін. Шара аясында Арыс қалалық Аманат партиясының төрағасы, Арыс қалалық мәслихатының депутаты Бақтығали Ділдәбеков те түлектерге ақ жол тілеп, оқушыларды мерекемен құттықтады. Құрметті ұстаздар, мына сіздердің ең бүгінгі тарихи оқиға деп айтсақ болады. Мына мектеп түлектерді өздерінің келешек болашақ армандарды жетуге шалт-салт тұрсыздар. Құрметті мектеп түлектер, сіздерге алдағы сынақтан сүрінбей өтіп, жақсы жетістіктерге жетіп, армандарыңызды өтеуге тілектеспіз. Елбасы металл жобасының қола металл иегері Мырзахан Ақтөбе. Мектебім сағынышым деп әндеткен түлектер тардай болып аттап бүгінгі күнге жеткізген білім ордасын әнге қосып өнер көрсетті. Шара соңында үздік түлектер соңғы қоңырауды сыңғырлата соғып мектеп табалдырығын кеше аттаған бүлдіршіндерге аманаттады. Қоңырауды күмбірлете жүгірген балауса бүлдіршіндер қуанышында шек жоқ. Ендеше жас түлектерге сәттілік тілей отырып, жаңа буынға қош келдің дейміз. Балауса Оспан, Бақдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.